ол кәдімгі ауыртпашылық, ол кәдімгі жұмыс, баламен жеке қалып бір күн уақыт өткізу аптасына, хотя бы айына 2 күн 3 күн, бір күнді соған арнау, мен және балам. Ондай болады, но не постоянно, айына 2-3 күн деп 2-3 рет деп айтпаймын, но 1-2 айда постоянно болу керек, ол постоянно. Пока мез бала 14-16 жасқа толып, есейіп, ары қарай оның өзінің уақыты болмай кеткенше. Сіз, как бы, мына нәрсе сізге қиын болғаннан істемейсің, кетіп қаласың жұмысқа ше. Қиын. И мына жақта қарыз қалып қалады да. Іште бар ғой чувство вины, блин, уақыт бөлмей жатырмын деген. Сол жинала береді іште қарыз болып. И ол мына жақта материальный қарыз удырады саған. Есіңді жи, ана жаққа уақыт бөлсей деп ше мына жақтан. Кредиттің көп болып кеткен қазір өзде. Кейде күйеуім телефондан көрсе, мысалы кредитін көрсе сөйлейді да, оған көрсеткім келмей. Сол үшін нужно заняться. Мен кімге қарыз сезінемін, сол қарызды қайтаруым керек.